Құрылғымен басқаратын өмір. Не керек сендерге? Иә, ұйықтатпадыңдар ғой. Сені ұйықтап жатыр екен десек, әке. Бір емес, екі бірдей ұрайын ашықтап жүрсе қалай ұйықтайым? Айдаһар ертегісін көрейікші. Жарайды. Көрме деген кім бар? Теледидардікі қайсы сет? Қымбаттым, гаражда ашып жіберген сияқтысың. Ашу керек болған соң аштым. Жаңағы қандалама не өзі? Бәрекелді. Тетігін тартсаң бол сөйлей кететін бұрынғының қайран теледидар-ай. Адайылдардың әмбебап құрылғылары бар. Түймесін баса болғаны үлкендер қиналып әуре болмайды. Иә, еш әуре болмайды. Одойылдардың құдайы береген екен. Апа, ағаш үйшігіміз қашан бітеді? Қайдан білейін, әкеңнен сұра. Не сұрайын деп ең? Ағаш үйшікті сал бітіруге қолың тие ме, әке? Соны айтам, әке. 2 ай болды, әлі салынып біткен жоқ. Түсінем. Салмайын деп жүрген мен жоқ. Мұрныма су жетпей жүр. Шаруам қалай бір жайлы болады, солай кірсем, уәде берем. Шыдай тұрыңдар. Жарай ма? Майкл, Иә. суда жүзуден жарыс болады. Суда жүзу. Бармасам болмай ма не? Иә, Әзілім ғой, жарайды. Жұмысыма кеттім. Жарай ма? жақсы, сені сүйем, Майкл. Өмір бақиға шыққан. Ньюман мырза, Кевин Дойл, иә, сау сәлемет бармысың? мына арзан машинаңыздың белгісі маркасы қандай? Білесің бе, мен соны қарамаппын да. Менің әкемнің көлігі Боузы маркалы. Бөз дейсің бе? Жетіскен екен әкең. Жоқ, мен олай дегем жоқ. Олай дегем жоқ. Кевиннің әкесі бөз мінет. Қанекей. Тездет, достым, тездет. Қайырлы таң, Ньюман мырза. Қайырлы таң, Ньюман мырза. Қайырлы таң. Сәлем. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Алис, 1 жарым сағат көлік кептелісіне тұрып қалдым. Жиналыс қашан? Басалып кетті. Не? Жуынатын бөлмеге барып келсем бола ма? Кім ұстап тұр сен? Менен сұрамай бара бер дегенім қайда? Бір қызғарлыға Хабибу Ханзада. Манхэттенде салыну тиіс бұл ғимараттың болашағы. Майкл? Кешік келгенме ғафу етерсіз, көлігімді қояйын десем, біреу қызғылт түсті Ламборджинин қойып кет. Қызыл Ламборджини Хабибу Ханзаданікі. Қызыл Ламборджини, мен көк түсті Феррариді айтып тұрмын. Сіздің серіктесіңіз бе бұл? Негізінде Майкл менің көмекшім ғана, десе де ең мықты сәулеткеріміз осы. Иә. Майкл, мәртебелі Ханзадан құрылыс жобасымен таныстырсаңыз қайтеді. Әбден болады. Ханзада Хабибу. Ханзада Хабибу. Хабибу, дұрыс айтқан сияқты. Сіздің жоғары тектен шыққаныңызды байлықтың буына масайраған жан екеніңізді Амыр мырза айтқан. Соны ескер барынша сән салтанат деп жасауға тырыстым, сөйтіп осы мейрамхана міне осылай дүниеге келді. Міне көрдіңіз бе? Керемет мейрамхана. Бар қайда? Бар ма? Бар. Мына жерде. Ал сарқырамаға келсек, барды үлкейту керек. Жарайды, ол үшін атриумды кішірейтейік. Атриумға тиме. Барды үлкейт берсең болғаны. Солай істе. Рас айтасыз ба? Қышығаны басылды ма? Қышығанын қойды. Суағарда жалаңаш қыздардың жарысын өткізбек бең? Әзілдеп тұрғаннан соңсыз өз. Суағарды әзірге қоя тұрайық, Майкл. Аула ішіндегі күмбезді алып тастайық та орнына суағар жасайық. Мәссаған, маған тіпті керемет. Иә, жалаңаш қыздар бейбелейтін мейрамхана сал деген өзіңіз емес педіңіз. Ханзаданың қыздар лашығын жезөкшілерін үймен салыстырғаныңа жол болсын, бұның не? Жезөкшілермен бұл жобаң құттықатысы жоқ, Майкл. Сізді ренішті ойымда жоқ, Ханзада Хубида. Хубабуба. Хабибу. Хубабуба деген сағыздың аты. Ханзада Хабибу сағыз емес сендерге. Ханзада Хабибу, тілегіңізді орындаймын. Тыңдап тұрмын.
Атриумге қатысты мәселе тым ұзаққа созылмасын, Майкл. Тағы да маңдай терін төгетін болды, мырза. 56-шы көшеде көлік тұрағын көрдің бе? Иә, көрдім. Иә. Ватсухита оны сүріп, орнына қонақ үй тұрғызбақшы. Келсінге келдіңіздер ме? Келе алған жоқ. Сол шубан қолға алатын адам іздеп жүрмін. Сен не дейсің? Ал, ойыңды айт. Әбден келсем, 4 шілдені балалармен бірге өткізетін бөбем мереке өтісімен жобаны қолға алайын. Олай болса мерекені балалармен тойлата бер. Жобаны Сворсын қолға ала. Жоқ, атай көрмеңіз. 3 күн күте тұруға болмай ма? Майкл, жапондықтарды білесің, балықтарын уақытында пісірмесең, жаныңды қоймайды. Әйелмен сөйлесіп көрейін. Тамаша, түстен кейін Ханзада, Хабадаби мен жобаны атап өтеміз. Түстен кейін ұлымның жарысы бар еді, бармасам болмайды. Жоқ, әзілдегенім ғой, онда келістік. Алға, Бен. Менің ұлым келді. Сен жарадың, балақай. Сен менің әкем емессің. Үлкендерден сұра. Немене? Ойнап айтам. Шынымен әкем бе? Қане, жарайсың, Бен, жарайсың. Балапаным сол, жақсы жүзеді екенсің. Балықта сен ұсап жүзе алмас. Келіп тұрғаның осы ғой, әке, көрмейді дейсің бе? Оны деген, суға қалай түсіп, қалай келгеніңе дейін көрдім. Баламмен рас айтып тұрмын, бәрін көрдім. Жүзудің қайтырмай жүзгенін айтшында. Айтпай тұрған өзі ғой. Қайта қуансаңшы, жарысты қалай аяқтағаныңды көрді ғой. Көрген түгі жоқ. Пингвуды мен екен деп қалды. Иә. Я оны қалай түсінуге болады? Бала батып бара жатса қарап тұруым керек пе? Суға батқан ешкім жоқ, қалыңыз қалай. Билл Херли, Беннің жаттықтырушысы боламыз, әкесі боларсыз. Майкл Спида, Майкл Ньюман, кешіріңіз. Жарайсың, Бен, ілгерлеушілік бар, тегесінде болсын. Оң қолың шығарғанда басыңды солға бұрасың, сол қолың сермегенде. Басты оңға бұрам, білем, тек ұмытып қала берем. Үйреніп кетесің, жалықпай жаттыға берсең суда балықша жүзетін боласың. Рас па? Иә. Алло, Амер мырза? Бен, қарағым, асықпай же, біреу қуып келе жатқан жоқ. Осымен екіншісін жеп отыр. Аузы бір босаған жоқ, тура машина сияқты. Қарны да ашпайды. Қалай ашсын, тамақ жесе әкесінен аумайды. Қиынақ болды. Майкл бүйте берсе денсаулығын құртады. Өзін де өлтіреді. Иә. Кеңседе отырғандай сөйлесе берейік. Мәссаған, ау. Әке, сен қашан өлесің? Қазір. Қазір? Әкем, қазір өлемін Қой, дейді. балам, мен өлмейм, әлі 200 жыл өмір сүрем. Сен екеумізге жете ме? Қалай ойлайсың? Уәде бересің бе? Уәде етем. Шын айтам, келе ғой. Қап, сендерді ме? Неге жұрттың мазасын аласыңдар? Үлкенді сыйлау деген жоқ па сендерде? Бұларың не? Өңкей. Үйіңе қайтып телейдарын қарасаң, шал. Жеркең дүзем жүгірмек. Түсіндің бе? Бенджамин, қолымдағы не? Не? Тиын. Су самырың бар деп әжің балмұздақтан таттырмайды. Онысы рас. Ал бақыр тиынды жесем қой деп те айтпайды. Жарайды. Қане, тездетіп. 3-ке дейін сана жегім кеп барады. Тезірек. Қане, тезірек. 1, 2, 3. Мені ақмақ деп отырсың ба? Әкесіне ұқсаған азда енді тілде тартыма соған. Бен, енді бұл айтушы болма. Кешірші әже. Қалай істедің, ата? Сыйқыршыға құпиясын ашуға болмайды. Сенде күннен бері әкең қанша сұраса да айтпай келем. Солай ма, балам? Майкл, кіммен сөйлесіп тұрсың? Жасаған-ай, бастығымен сөйлесіп тұрмын, қоя тұрыңдар. Солай ма, кейін хабарласын деп айт. Отбасыңмен жүрсің, жалғыз емессің ғой. Шешем сәлем айтып жатыр. Иә, дүниенің тұтқасын ғана өзі ғана ұстап тұрғандай, телефон құлағынан түспейді. Жақсы, жайлы жатыңыз. Рахмет, Аман мырза. Жақсы, қайырлы түн. Болдың ба? Жұрт құсап отырамыз ба жоқ? Кешір. Сирағыңды шағам мен сенің. Қане бергел. Қаштыңдар ма? Мектепте әкелерің сабасам, енді солардан туған сендерді де сабайым. Мұна адамды жек көрем. Жақа бойлар жатып ұйықтаңдар.
Көтер қолыңды, Паухатан. Төсектеріңе барыңдар, қанеке. Паухатан енді шоқ. Бір жерің ауырама, шериф. Ауруға да басқасына да уақытым жоқ. Азия сәулет өнер туралы құжатты қарап шығуым керек. Ара арасында тынығу да керек, қымбаттым. Айтпақшы, осы аптада көкке шығатынымызды ұмытатын болсаң, балалардың бетіне қараудан қаласың. Иә, саған айтам деп ұмытып кетіппін. Көкке шығуды кейінге қалдырайық. Бір жобаны қолға алып ем. Сейсенбіде бітіруім керек. Бітірмесем жұмысымнан айырылам. Балалардың осы күнді күтіп жүргендеріне 1 жыл болды. Мен ештеңе білмейді дейсің бе? Қолым бірдеңеге жетіп енді істейін бе десем, бәрі бұртиып шыға келеді. Жақындарымды ренжітіп алмайын деп ойлау керек қой. Ішкілікке салынып, құмар ойнап жүрсем бір сәр. Балаларым жұрттан қалмас екен деп жарға құлағым жастыққа тимей жұмыс істеп жүрген жоқпын ба? Одан да теледидар қарап нышиды отырайын. Сол ма сәндерге керегі? А? Сол ма? Өлтіретін болды-ау мынау. Тыныштық беретін күнің бар ма жоқ па? Құрық беткер. О дойлдар құрылы болмадық. Құрылғыны жаңалау керек. Әбден мезетті. Болды. Гараждың есігін ашайын ба? Иә. Жабық. Ашық. Інішек, сендерде әмбебап құрылғы сатыла ма? Дене құрғатқыш құрылғыға іздедіңіз бе? Теледидарға керек. Қалжыңыз бітпейді екен. Көрпеге керек пе? Көрпенің де құрылғысы бола ма? Кешіріңіз ағасы, мен мұнда жұмыс істемеймін. Иә. Досымды күтіп тұрмын. Соқ отыр. Оныңыз рас, менің ешқандай досым жоқ, маған дос боласыз ба? Әлі. Иә. Төсек. Ванна. Төсек. Титықтап біттім. Өзге тауарлар. Ескертпе кіргенме кешірерсіз, әмбебап құрылғы сатпас па екенсіздер? Француз картоптың есі шығады. Керемет. Картоп жегенді мойындаймын. Тез дайындалатын тағам адам өмірін қысқартады. Ол туралы естігем, десе де кейін кезде өмірім қысқармақ түгіл өтпейтін болды. Соған әмбебап құрылғы ма іздегеніңіз? Иә. Бәрін өз атқаратын сондай бір құрылғы керек болып жүр. Тым күрделі болмаса болғаны. Өтінем сондай болса, бұл менің құзырым емес, дегенмен өзіңіз жақсы адам көрінесіз. Ақыры біреу айтты-ау. Рахмет. Сізге бір құрылғыны көрсетейін. Бізде бір құрылғылардың ішіндегі ең озығы. Сол. Жақсы болар еді. Керемет құрылғы. Ондай заманауи құрылғыны базардан іздессең де таппайсың. Оны көрсе одойлдардың қызғаныштан іштері күйетін шығар. Керемет болар еді. Одойлдардың кім екенін қайдам, әйтеуір қызғанатындары даусыз. Иә. Олай болса маған еріңіз. Жақсы. Мейірімді адам екенсіз. Айтпақшы, атыңыз кім болады? Морти дей беріңіз. Морти, менің атым Майкл Ньюман. Майкл Ньюман. Өміріңізді кісі танымастай етем. Жарайды. Шынымды айтайын, мұнаның іші сырттан әлдеқайда кең екен. Әзілім ғой. Қарап көрейік.
Ортада тұрған сол емес пе? Қуын қара. Пәлі, қорабы қайда нұсқаулығы бірге ме? Нұсқаулықтың қажеті жоқ, демесін бассаң болды, қалған өзі тындырады. Түсінесің бе? Бәрін өзі тындырады. Қанша тұрады бұныңыз? Мені Терстон Гауэлген деп қалмаңыз. Иә, жоғыңыз бол, бұған әлі сызықшалы код қойылмаған, демек сізге тегін беруіме де болады. Тоқтай қалыңыз, мен азғырмақсыз болсында, бір керегіңізге жаратпақсыз ғой, тегі. Мен ондайлардан емеспін. Жақ, қойыңызшы соны. Онда қалай түсінуге болады? Ақ көңіл жандарға ара-тұра мүмкіндік беру керек. Алыңыз. Міне. Игілігіңізге жаратыңыз. Жақсы. Бір нәрсе есіңізде болсын, Майкл. Тауар қайтарып алынбайды. Кекс, жеуге болмайды. Саған жеме деген. Саған керек бәлші қой, жарайды. Бәрекелді. Қолынан не келер екен көрейік. Мәс саған. Өз селейттарымды өзім қостым. Көзім енді ашылды ғой. Балаларға айттым. Иә. Көкке шықпайтындарынан алып өкінген жоқ. Бәрекелді. Оның орнына достарыңа қонаққа барыңдар деп айттым. Табылғана қал, рахмет. Түсіністік танытқаныңа ризамын. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Иә. Жарайды. Қолға алған жұмысыңды аяқтап, компанияға үлкен серіктес болдың делік. Сол кезде отбасыңа уақыт бөлер медің? Әлде осы кеткенің кеткен бе? Тоқтай тұр. Бастық бол, байлыққа қолым бір ілінсе ғой. Өзім сияқты жарместерді жалдап ал, жұмысын соларға артып қойырым. Ал өзіміз балалармен бірге барғымыз келген жаққа ойланбастан тартып отырар ек. Сәл сабыр ет, уақыт берші, неменеге ренжейсің. Неменеге бажырая қалдың? Бір жағынан шығып қолда дегеннен басқа не айттым? Сені сүйем. Енді ұйықта. Ойланып көр, Майкл. Жарайды. Бәлішті көп жеме, жардай боп семіріп кетерсің. Жақсы. О, қой енді достым, жұртты айтасың. Тағы да түзге тұрасың ба? Одан да үйрегімен ойнай тұрсаңшы. Арпылда біре бермей 5 минутқа үніңді өшіре тұршы деймін мен саған. Өшір үніңді. Бәлішті күнде жіберсе, сау адамның өз ақылынан адасамақ қалай? Шығамын деп қоймап ең, енді не қарап тұрсың? Қанша күткізіп сарылтар екенсің? Сақтай көр. Құдайым-ау. Иә, сенікі де жөн. Алғашқы кезінде пластикалық отаныңда азабы көп. Ал 6 айдан соң бет әлпетім сұлуланып, қайда барсам да қысылмайым. Шешемді білесің ғой. Оны білесің. Ойбай, жарым жан боп қаласың деп зар елейді.
Өмірі сөйтіп айтады. Сен оны білесің. Жасағаны егер Саманта бет сүйегіме ота жасатам десе, мен де сөйтерем. Түсінем ғой, десе де олар славяндарға көбірек ұқсайды. Сен де ота жасатсаң болады. Сонда Майкл қусаңда қасыңнан шықпас еді. Иә. Қайырлы таң, Майкл. Түрің не болып кеткен? Аман ба, Жени, өзің түріңде ұмыт тұрған жоқ. Донна екеуміздің гимнастикаға барғанымызды қызғанасың. Жігіт біткен, бізден көз ала алмайды. Өзің ғана сүйетімді Майкл біледі. Өмір бақи. Кешегім үшін кешір. Сені жандай сүйем. Құдайым ай, менің де сүйіктім болса ғой. Құшағыма басып аймалайтын күйеуім болса ғой, шіркін. Ай, шіркін ай. Үш күйеуге шығып, үшеуінің де көзіне шөп салған өзіңнен көр. Еркек көрсең қылмыңдап шыға келесің. Бәрі өзіңнен. Иә. Мен туралы бәрін білесің. Монтел Уильямстың шоуына бекер-ақ барған екем. Сені көргенде Монтел Уильямстың өз шалқасынан сөз жаздаған. Жалғыздықтан құтылған емеспін. Күйеулерімнің бәрі менің бар жоғыммен санасқан емес. Ешқашанда. Олар жұмыстарына кетеді. Ал сен олардың жұмыссыз бауырлармен әуей боласың. Сұмдық қой. Майкл, қойш қымбаттым, сабыр ет. Бала күнімнен жалғыздықпен арпалысып келем. Қызыл бұрыш деген қояным болды. Ол да мені тастап кетті. Қоян екеш қоян да сөйтті. Неге қарайсың? Неге? Сен неге қарайсың? Бірдеңе болды ма? Допты Мацуиге лақтырды, соққы қатты. Мәз саған добалысқа ұшты, Мацуидің мұндай соққысын ешкім тоса алмайды. Кешер, бірден айттың ба? Өзінің басы қатып жүр. Енді кеп сенің мұның не? Білмеймін. Менің кетуім керек. Жарайсың, робот итім. Робот итім алды тілде үре білет. Қандай керемет. Иә, сенің салпан құлақ итің жолда қалады. Әке, Кевин робот ит сатып апты. Иә, әдем екен. Әдем екен? Сіздің машинаңызда бұның қасында түк емес. Иә, енді неңмен мақтанар екенсің. Робот ит! Иә. Сонда мұныңыз реалити шоу сияқты бірдеңе ғой. Жүргізуші өзіңіз, Морти. Камералар қайда? Бәрін түсіріп алдыңыздар ма? Күн шуақта қарап қалған жоқ, бәрекелді. О, Америка! Күліңдер менде суасқа. Донна енді екеуміз теңбіз. Иә, алға айналдыр. Майкл, сен ешкімде мазақ ет тұрған жоқ. Әмбебап құрылғын болса дедің, оған қолыңды жеткіздім. Міне, болды. Ал менің биге деген қабілетімді кім бақылайды? Биге бас. Иә. Мортиға да нақ балды. Майкл, менюді бас. Құрылғыдағы ма? Жоқ, Ред Лобстерді бас. Әрине, құрылғыдағыны басасың. Мен қайдамын? Жүгір, Майкл, жүгір! Құдайым-ау. Мынау не? Бір Миссисипи, екі Миссисипи. Қолындағы не? Сені сүйем, Майкл. Сенің өмір жолың. Өмірінен директ фильм түсірген бе? Қызық әлі алда. Түймені бас. Бұл өткен сейсенбі. Майкл түсқасымды қашан әкелетті басыға күтті. Бұл күн Джеймс Эрл Джонс па? Джеймс Эрл Джонс көптеген фильмге дыбыс берген. Бірақ оның күткендей болмай шықты. Алиса өз тапсырғандай чизбургер емес, оның орнына гамбургер алып келеді. Чизбургер? Гамбургер дегенім қайда? Қашан көрсең өстіп жүрген. Алғашқыда Алисаға чизбургердің ірімшігін алдырып тастамақ болады, бірақ Алиса өштесіп чизбургерге түкірейе болмаса басқалай бірдеңе істеме деп ойнан тез қайтты. Онсы да дұрыс болды. Алисаның бір бармағы ішіне бүгулі болатын. Мені келе кетейін дедің бе? Оң қара. Құдайым-ай. Көрсететін тағы нең бар? Өмірге әкелу?
Кемені бас. Тағда күшеніңіз. Қыз бала. Қыз екен. Қызды болдық, рахмет саған. Рахмет. Тұра тұрыңыз, кешіріңіздер, ұл бала сияқты. Сияқтыңыз не айтып тұрған? Мынау Шүметай сияқты. Сияқтысы несі, менің Шүметайым ғой, менің... Маған көрсетші. Маған әкеліңдерші. Көрдің бе? Шүметейдің дәл өзі ғой. Біз ұлды болдық. Ұлды болдық. Иә. Шешеңнің көзі тым өткірек екен, мен ештеңе көрген жоқпын. Иә, ештеңе де. Кетейікші бұл жерден. Демек, сонда өмірімнің кез келген сәтін қаз қалпында көре алатын болдым ғой, ә? Солай ма? Ғажап. Керемет. Не болып қалды? Не істеп қойдым? Алло? Сені мұнда қалай әкелсем екен, ағас? Алдадым. Көңіліме келеді ғой. Жалпы бұлай. Уақытымен болған жерін ойлады, кері айналдыру түймесін бассаң болғаны. Уақытымен мекенін ойла. Болды. Иә, ал керек болса. Уйни Песоки көлі жетс жүдесіндегі менмін. Алға, бала Майкл, алға! Алға! Жақсы қақта, өнері бар. Майкл, тамағыңдыш. Келсе достарыңды да ерте кел. Біздікінен кешкі ас ішетіндерің бар ма? Мүмкін біздің үйден тамақ ішіп үш досты көрерміз. Үш досты көреміз. Кеттік. Адамды қорлау ғой бұл. Апа, жұрт сияқты біздің неге доңғалақта үйшігіміз жоқ? Жетер, солда үйшік болып па. Табиғатқа шыққан адам темір дүңгіршекке тығыла ма? Біз ұқсап түнде бір-біріне тығыла түсіп жатқанға не жетсін? Білмейтінің болсаш. Артынан жейсің. Артынан. Қарным ашты ғой. Оның рас, Майкл. Менің де қарным шұрылдап барады. Қарным ашқан сонша мұнаны жеуге бармын. Сиқырлы тенің хикаясы осы кезден басталды, я. Бұны қалай істеді? Көз бояу үшін дүкеннен сатып алған тиын ғой. Соны білсем де білмеген күй танытам. Жарайсың. Енді жұмысыма баруым керек. Кер-қатер, бұл өте қуатты құрылға. Көрдің ғой. Керемет құрылға. Байқап істетерсің. Жақсы. Сіз кімсіз ос? Кім екенімді білесің? Морти? Сұрайтының болып жатса маған хабарлас. Қане. Жоқ, Линда меніңше ең сұлу аяқ Стейсидің аяғы. Иә. Шақырдыңыз ба? Майкл. Тыңдаш, қамтымыз жаққа барып қайтпағам. Шаруаларды өзіңе тапсырам. Қонақ үй жобасын білесің ғой. Нағыз майшелпектің өзі. Ол шаруаны тындырсаң менімен серіктес боласың. Жарайды, рахмет. Мүлт кететін болсаң, орның қаттасушының кеңсесі болады, біліп қой. Амир мырза сізге Денис хабарласты. Айықтыру орталығына қайта түскен Хамптонсқа бара алмайтынын айтты. 4 шілден жалғыз қарсы алмақпын ба? Амир мырза қасыңызға серік болатын әйел іздесеңіз, менің әйелімнің құрбысы Джейни керемет. Рас па? Түр әлпеті қандай? Оныкіндей бұрқанған сезім ешкімде жоқ. Кешіріңіз, әңгімеңізді бөліп жібердім. Өте тығыз шаруа еді. Қане? Жунатын білмеге барға рұқсат па. Қане, кім ұстап тұр сен? Жарайды. Бауырым, өзің тым болбыр екенсің. Онда емеспін. Сәлем, әке. Қалың қалай болам? Бейсбол ойнап жүрсің бе? Ойнауын ойнап жүрміз ғой, бірақ Бен ойнап жартпайды екен. Қап. Қабая. Өзіңді Дерек жатырмын деп жүрсің ғой, Дойл. Әкең жақсы көреді сен. Мен де жақсы көрем, әке. Апа! Жоқ, білем ғой. Менше дауыс жинай алмай шығып қалған. Оның Кейт Спейд шығарған қол сөмкесін көрдіңіз бе? Көздің жауын алады.
Әке шешеңе кешкі асқа келіңіздер деп айтты. Қош, жақсы болған екен. Қонаға келсе, көңілдер көтеріліп бір жасап қалар еді. Жақсы онда. Иә, кешке қарай келерсіздер. Жарайды, сау болыңыз. Отбасымен бірге отырып тамақ ішсең ештеңе кетпес. Оны білем, кешкісін бітіруім керек, жобам бар. Мен мықтымын. Жоқ, мен мықтымын. Әкеңе барып амандас, бара ғой. Мынадай шуылдақта қалай отырам? Мен бармаймын. Q-R-S-T-U. Қатып кетті. Қатты. Қаламаған тарауымнан аттап кете берем. Мыналарға қара. Жа, асымызды тездетіп шейік. Келесі. Жұрттың артында қалып әлі отырсын ғой. Бол енді. Жасаған әкем сиқырын тағы бастапты. Көре мезі болдым. Ақыры оңаша қалдым ау. Жұмысымды аяқтап бастыққа серіктес болайын ба? Сөйткенім жөн. Ендеше іске кіріс. Майкл. Иә, мазаңды алмайық деп кетіп барамыз. Сыйларыңа рахмет. Мен сізде көңілді отырдыңдар ма дегенмен жаман болған жоқ. Иә. Қайырлы түн қылыны. Сау бол. Бұрынғыдай бала емес есейдік қой. Неге мен әлі бала көресіңдер? Сені тапқан менмін. Тик-тактан аумайтынсың. Ендеше кел, демің тазлап берейін. Сау болыңыздар. Сау бол, қайырлы түн қымбаттым. Тамаша кеш болды. Көрдің бе? Жаман болды ма? О не дегенің бір жасап қалдым. Қуаныштымын. Ыдыстарды жуып болғанша балаларға қарай тұрсаң қайтеді. Балалар не, сіңбіруге уақытым жоқ. Сенің қана жұмысың көп пе? Ал менші? Балаларды жатқызам, ыдыс жуам, күн шуақ жұлып алған үйректің басын қайта салып тігуім керек. Әй. Жарайсың сырттаным. Уақытым болып, қашып тұрғам жоқ қой. Көңілімді қалдырдың, Майкл. Жас бала емессің. Жұмысың еш қайда қашпайды. 10 минут қарай тұрсаң болды. Түні бойы қастарыңда бол деп отырғам жоқ. Соған бола жаның шығып кетпейтін шығар. Ұрыс керістен құтылдым. Иә. Сүйіктім. Ұйықтай алыр емеспін. Ұйқың келмей ме? Бағынағыдан кейін ұйқым келер емес. Түсінем, қамықпа жаным. Тым артық кеттім. Қамықпа. Сен жамансың. Сені сүйем. Мен де сүйем. Иә, шашыңның иісін ай. Қой деймін. Балаларды оятасың. Ешкім естімейді. Келе ғой, қане. Жарайды, алдымен мені аймалап сүйші. Жұмысым күтіп қалды. Артық дүниені қайтеміз. Оның бола қоймас. Қымбаттым. Күнде көріп жүрген күйеуімін ғой, әуреге салмаш. Ләззатты күндеріміз аз болды ма? Дон. Тағатымды тауыспа, шаяулым. Жарайды. Қолға қонған тұйғындай шеңгеліңді батыршы. Иә. Әуелі маған массаж жаса. Тамаша. Массаж деген менен қалған. Ал, бастадым. Рахатнай. Иә. Болдық ба? Болған шығарсың. Бұлай тез болған менде қаламап ем. Кім қалады ғой дейсің? Иә, келесіде мұқият бола. Рахмет. Ертең барамыз ғой. Қайда барушы ек? Ертең қайтсем де уақыт тауып әкемнің туған күніне сыйлық аламыз деп кешкі аста айтқаның қайда? Сыйлық дейсің бе? Аламыз. Солай деген екем, солай болады. Жақсы онда. Тағы да массаж керек бе? Керек жоқ. Жарайды, жұмысыма барайын. Сәлем, Марти, мен... Бұл Майкл Ньюман. Иә. Иә, сенімен сөйлесуіме бола ма? Иә, қалайсың, Майкл? Қайдан сап ете қалдың? Айтқанмен білмейсің. Жүріп қайтсақ, қайтеді. Мейлі.
Түсінбейтін түгі жоқ, сен автопилотта болғансың. Автопилот? Тездету тетігін басын кез сондай болады. Иә, саған көрсетейін, әке. Міне. Көрдің бе? Автопилоттағы сенсің. Жарық жанып тұр үйде ешкім жоқ. Санаң арлы-берлі жүйткіп жүргенмен денең сол орында қалады. Осыны ұмытпа. Қымбаттым, ертең түскі асқа барамыз. Әкеңнің туған күніне сыйлық алайық. Дұрыс екен. Расымен де айтқан екен. Демек автопилотта отырып сөйлескен болдым ғой. Солай ма? Бұл сенің басынан ғана өтіп отырған дүние емес. Автопилотқа сенен бұрында талай адамның жол түскен. Бар айырмашылығы сенің қолыңда әмбебап құрылғың бар. Майкл. Кереметін көрдім. Ұмытып барады екен, әйелің хор қызында екен. Шын айтасыз ба? Келбеті қандай. Қолдан соққан мүсіндей. Бірдеңе болды ма? Ғажап. Нен айтасың? Сендей міскінге қалай тиді екен? Мен бе міскін? Ойыңда не барын қайламай тұр, осыдан жақсын таппайсың. Менің қандай жігіт екенді көргің келеді ғой, солай ма? Жарайды. Доннамен таныспай тұрып, қанша қызбен көңіл босқанды көрсетейін саған. Мынау еркек пе, әйел ме? Әйел? Мынау жануарлар әлем ме? Тоқтат. Иә. Кейбір нәрселерді алаулатып, жалаулатып, жұртқа жаюдың керегі жоқ. Есінде болсын. Есінде болады, Морти. Қайырлы түн, рахмет. Қайырлы түн, Майкл. Шаршап тұрмын, достым, тез апарып төсегіме жатқызшы. Майкл, қымбаттым, тұршы, жұмысыңа кешігесің. Не? Дүйсенбі болып кеткен бе? Бұл қалай? Бұл қалай? Мұрным қышымайды. Тұмаудан даттап өткен бе? Рахмет саған. Жаным сол. Тайланылдан құтылдым. Осы аптада не істеген несіне жоқ. Бірдеңе бітірген екем. Қиын болды, қымбаттым. Ыстық су жоқ. Не бол, жуынуым керек. Сыртқа шығып, денеңді желге қақтыр. Түңілетін түгі жоқ. Иә, қалай екен? Жуынып та киініп телгердім, остан артық не бар? Не бар? Керемет. Міне. Бірдеңе шегіп алғансың ба, әке? Мультфильміңді көріп, шешіңмен бірге тыншыйды отыр, жарай ма? Әкем құсап. Кексті жей берме, қызым. Қане? Қане, балам? Әке, Иә, мырза? бүгінде түнімен отырып жұмысыңды істейсің бе? Дәл солай. Иә. Біздің көмегіміз керек пе? Ұзамай серіктес атанам. Қаптаған қалың үйдің жобасын сызу керек болады. Егер тәуір ұсыныстарың болса, қағазға түсіріп маған көрсетіңдер. Жарайды. Қағазға кеттім. Мен қарындашқа кеттім. Сөз соққанша көліңді дұрыстап қоймайсың ба? Айт, айт. Yeah. Traffic. No more traffic. Иә, маған керек де осы ғой. Керемет. О, өңің қашып кетіпті ғой. Қане дұрыстап жіберейін. Ал керек болса, өңің сүзек дегендей сарғайып кетті ғой. Капитан. Хақтың ашуына тиме. Ашулан саяғыңды аспаннан келтіреді. О, мынау бар не ғой. Сүйем сені, сүйесің мені. Әлгелдің төсі қандай үлкен,
Жә. Енді өзің жақсы көретін қызыл қоңыр түске өзгертейін. Қане, осылай. Хулио Иглесиастың өзі болдың. Керемет. Әдем болып кетіпсіз, Ньюман мырза. Рас па, көп рахмет, Джуди. Бітірдің бе? Бітірдің бе дейсіз бе? Бітірген сияқты, мұны қазір көрсетем. Мінекей. Тамаша сауыпсың, Майкл. Кіре берісті өзен болады. Жұртқа ұнары даусыз. Қайда жүріп күнге қыздырынғансың? Ебін тапсаң болмайтын нәрсе жоқ. Қолыңнан бәрі келеді. Қане, онда жиналысымызды бастайық. Бүгін біз зорлық-зомбылық туралы сөз ететін боламыз. Кез келген адамның зорлық-зомбылық құрбаны болатыны белгілі. Жұмысшы болсын, бастық болсын, ер болсын, әйел болсын. Тіпті хатшы қыз да құтылмайды. Атын атап түсін түстемей қояйын. Иә. Стейси, ары қарай зорлық-зомбылықтың түрі болады. Біреуге ләззат сыйлаған нәрсе енді біреуге азап сыйлау мүмкін. Нақты өмірде ондай мысалдар көп. Өз басынан өткердім дей алам. Мысалы, жұмыс істеген кесе құшағыма кір деп талайларыңызға айттым. Зорлық-зомбылыққа өзім де барам. Яғни, біреуден ләззат алу мағынасында. Сондай-ақ, бұл бір жыныстылардың арасында да кездеседі. Айта берсең, мұндайдың мыңын айтып, жүзін көрсетуге болады. Иә, бәрін көрсетуге болады. Зорлық-зомбылыққа өзінде барам. Керемет! Америкалықтар қалай ойлайды? Америкалықтар қалай ойлайды білмеймін, Ричиро біздің ұлттың мақтанышы. Иә, оның рас екен. Не дейсің? Мацуи. Ұнатсаңыздар, сол Ичиро мен Мацуидің екеуіне де тапсырыс берейік. Мен насты алғамаймын. Бізді айыпқа бұйырмассыздар. Оны дегеніңіз, мырза. Ичиро мен Мацуи бейсбол ойыншылар. Ұлттық қаһармандарын жер еттіңіз. Жуынатын бөлмеге барып келейін. Иә. Солай. Мен қазір келем. Жарайды. Кешіріңіздер. Осында болам. Мырза, ұлттық қаһармандарын жер еттіңіз ғой. Бұныңыз не? Жуынатын бөлмеге барып келейін. Сосын келем. Жарайды. Мұны екеуі әлінен асты, бұлай қорлат қойып қарап отыра алмаспын. Қонақ үй жобасы дейді, қолма тисе жыртып ақтастарын. Азия сәулет өнерінен не біледі бұлар? Кребеске, тоған салғандарына серекскенде бөлмелерді көбейт табысымыз мол әтек. Астарын тешіндеріне жерден кетейік, Америка мәдениетінің ірі жетістігі сынатын мейрамханаға барайық. TGI Fridays. Иә, сөйтейік. Қане, кетейік. TGI Fridays. Жә, Майкл, құтқар бізді. Ештеңеден саспаңыз. Астың алдында ұсынысымызды қайта бір қарап шықтық. Не болды дейсіз ғой, сіздермен таныса келе, бұл сіздер күткен ұсыныс емес екенін білдік. Ендеше, бұрынғы жобаның күшін жояқта басынан қайта бастайық. Креберске тоған салу ақмақты екен, одан да бөлменің санын көбейтейік те кірісті неғұрлым молайтуға күш салайық. Қонақ үйдің түсімінен маңызды не бар? Тек өтінеріміз бізге сенім артыңыздар. Сөйтіп бұл істі осымен тәмамдайық та бәріміз бірге TGI Fridays'ге барып көңіл көтерейік. Солай етейік. Бәрекелді. Менің ойымның үстінен түсті. Отағасы келді. Қайдасыңдар? Мен сыйлыға келгенде қалай шыдап ұйықтап жатсыңдар, а? Рас па? Не әкелдің? Не дейсің де? Төменге түсең, не әкелгенді сонда көресің. Қане. Қазір. Қымбаттым, сен де бізбен төменге түс. Қане. Міне? Керемет. Алақай, қымбат тұратын шығар, я? Қымбат тұра ма? Әке? Көп ақша тұрады, сендер бұған әбден лайықсыңдар. Алып тұрған тұңғыр сыйлықтарында осы. Не істеп жүрсіңдер? Кім келген қараңдар, белсебеттерін тепкілерін келе ме? Иә. Онда тұрмаңдар ғане.
әкелерің әперген велосипедтеріңді о дойлдарда көрсін. Мұндай велосипед біздің көшеде ешкімде жоқ. Кевин Одойлдікі әдірәм қалсын. Жан-жарымды ұмытады деп ойлама. Құдайым-ай. Велосипедте ковбойдың телпегді емес, бірақ саған ұнайды. Майкл, қандай әдемі. Шешеме айтып жатқаныңды естігем. Рахмет. Жарасады екен. Өзіме сигар ала келдім. Атап өтпейміз бе? Нені атамақпыз? Нені дейсің бе? Деніміз сау, тату тәттіміз. Күйеуің Аннердің серіктесі болды. Соны. Жасағаны ем. Әзілің бе? Қымбаттым, құттықтаймын. Естігенде қуанатыңды білгем. Бақыттымын. Сені сүйем. Отсихитаны бір өзім ақ жайғадым. Қандай керемет. Бүгін бір қуаныштың боларын сезгем. Таңертең радиодан біздің әнімізді қойды. Әніміз бар ма еді? Қымбаттым. Екеуміз алғаш сүйіскен кезіміздегі әнді айтам. Қойш, өтірік білмеген болмаш. Ол әнді мен білем. Біздің ән. Білмейне көрінді. Ол ән... Құрып кеткір қандай ән еді? Қай жер екен есімде? Мәс саған безгелдек Валверинаның бөлесі ғой. Иә. Ал саған қараш. Бақ, жүзіктің көзінен өткендей сұлуынай. Бірінші рет сүйсеміз бе? Хат жазып отырсыңдар ма? Әдептірек бол, жігітім. Таңертең тұрғанда да мені жақсы көресің бе? Не дегенін көрдің бе? Қайтер екенсің? Айтар жауабың бар ма? Мұның дұрыс болды. Қане жазып көр? Иә. Өмір бойы сүйіктім. Қыз ішінен мұна жинауызды сүймейм түктер тікенде қадылат деп тұрған шығар. Тұра тұр. Иә. Ньюма, сүйғане. Қане. Саған ессіз ғашықпын жаным. Донна, жасағанай. Сезімімді біле алмай барам. Сенен құдай сақтасын. Көзімді құртайын. Қасымда бол әні. Біздің алғаш сүйіскен сәтте мүкжидек тобы сәнді айтқан. Үріп ауызға салғандай сұлу болатынсың. Үстіңе киген күлген түсті свитерің бар. Сүйіктім, киген кимедейін есіңде ме? Әрине, Дженнидің де не киген есімде. Өзінен сұмдық қорқып ем. Сені сүйем. Мен де сені сүйем. Иә. I'm gonna live till I die. Амансыз ба, Ниман мырза? Маған еріңіз, Майкл. О, бармысың сырттаным. Құттықтаймын, қане отыр. Жарайды, шаршаңқырап қалыппын. Түнде отбасымен тойланқырап, кеш жатып ем. Иә. Кеше жапондықтарды естерінен тандыры жаздың, жарады. Сізде оңай соқпадыңыз. Енді кідірме құрылыс жобасына кіріс. Егер Отсихито жобаға қомақты қарсылатын болса, сені ресми түрде серіктесім етіп жариялаймын. Серіктес болған екенбіз десем? Пәлі ковбой. Отсихитоның қалтасын қақсан ғана серіктесім болатыныңды айтқам. Бірден өтем деген жоқпын. Әйелім айтып қойдың, сыйлыққа да біраз ақша кетті. Осы жоба үшін айлап тер төктім. Иә, оныңыз не, мырза? Онда басынан қайта баста. Құдайым-ау, басым сынып баратта, бір басымның үстінен пойыз жүріп өткенде. Бұнысы несі? Ештеңе байқам жоқ. Айтуға ұмыт барады кем, жексенбіде айыңның құрыпсы Дженнимен таныстым. Қазір ол сенің ініңмен әмпей-жәмпей бұл жатқан болар. Жа, бұл әлі аз. Иә. Тоғытер жұмысқа тез кірсең, серіктес атануыңда тез болады. Не сасып кетті? Бірдеңе сасы ма? Стейси, тамағыма не салып жібергенсің? Құдайым-ау. Бара берсен бола ма, мырза? Стейси! Осы істеп жүрген тірлігінен бір қорытынды шығара алдың ба? Иә. Сонда не таста демексің бе?
Өмір сенікі, құрылғыны не істейм десең де өз еркіңде. Білем, бұл туралы сөйлесіп жүргенімізге кай болды. Құрылғыны пайдаланғанда не жоғалтам? Әйеліме берген уәдемнен таярмын. Бодан басқа әлге бір ерге желесінде болар. Мынанда жарнамалаушы еді ғой. Дәмәтіл үйреттейтін әлгіме? Сол ұзақтығын кемпір қосақтың астан алтын іздеп шабылып жүретін. Бір күні әлгі алтын деп іздеп жүрген кәдімгі бидай болып шығады. Кәдімгі бидай болып шығады. Майк. Сөзімнің астарын түсіндің бе? Мен ондайға бара қоймаспын. Әке? Үйдің жобасын сызып әкелдік. Уақытым жоқ, балам. Жұмысыңның тез бітуіне көмегі тие. Жарайды. Қалағандарың сол болса, кел көрейін. Шатыры тым биік, дәліздері қуықтайтар, басқыштар айдалада қалған. Неден жасалған өзі мұнайыңа? Пиццадан. Жетіскен екенсің. Келесі. Сенікі неден жасалған? Тұздықтан. Балалықты қойсаңшы. Майкл, есің ауысқаннан сау ма? 7 жаста ғана ғой. Пиццадан соғылған үй жазса, оның не сайып? Мүмкін есейген соң қиялға жайттар аралына тап болатын шығар. Пицца жегіш. Өмір қиялындағыдай бола бермейді. Біреудің аяғын сүртіп абайлап бастығыңды ақшаға қарып қылсаң ғана бағың жанып адам боласың. Түсінікті ме? Түсінікті ме? Иә, мұрза. Амир сөзінен тайып кеткен жоқ па? Қымбатты, мұңаймаш. Бұдан да бірден етіп шығармыз. Құдайым-ау, өмірі өзімізді алларға төмен келеміз. Қашан оңалар екеміз. Әдемі емес пе, 2 жатын төсегі, кең асханасы, ваннасы, заманауи теледидары да бар. Неге менің жыныма темезен жүре алмайсың? Қашан айтты деме, оңдырмайым. Майкл Ньюман, темекі шегетініңізді білмейді екем. Сәті келді. Жоға, Кати, бұл менікі емес. Кевиннің қолынан тартып алдым. Түтін будақтап тартып тұр екен. Жоқ, өйткем жоқ. Марихуананың иісі шығады. Кевин Дойл, жаның барында үйге кірғане. Сені жек көрем. Құлағың керең бе? Болғане. 2 қайталатушы болма. Есірткі әуес болма, бала. Кірғане үйге. Кір. Балалар, басқа малмыз жоқ. Болмайды, белесе бетімді қайтармайым. Онсыз болмайды. Бізге әкем әкеп берді ғой. Әкелерің сендерді жақсы көреді. Жұмысында бір келеңсіздік болып қалған сияқты. Кевин Дойлге белесе бетім бар деп айтып қойдым ғой. Менің ескі белесебетімді бояп жаңағып берем. Ол қыздардың белесебеті, балалары мазақтайды. Белесебетімді бермейм. Бұдан арыға төзе алмайым. Қызметім жоғарлаған кезге бар. Сонымен Майкл Ньюман менің өмірімдегі ең сенімді серіктесім. Міне. Рахмет, достар. Отбасым атынан рахмет айтам. Бұдан кейін де сенімдеріңізді ақтаймын деп сенем. Барымды салам. Құтты болсын. Құтты болсын. Керемет, рахмет. Көңілгейін қалай, батыр. Несін айтасың? Еңбегің сіңді айтып қойайын. От сиқыртын қалтасын қаққанға бол емес, маған жақсы серік тауып бергенін, еңбегің үшін сен өзіме серіктес еттім. Сәлем, Динки. Әзілдеп тұрсыңдар ма? 2 айдан бері кездесіп жүрсіңдер ме сонда? Женидің төзім болады екен. Жоға, алғашқы айлар қиын болған жоқ. Кейінгі бір жылымыз айтарлықтай қиын болды. Ініммен Кабуда әмпей-жәмпей болмасы бар ма, бірақ ол күнде өте шықты. Доктор Бергманның көп көмек дейді. Рас қой, қымбаттым. Айтпақшы, Дон екеуің араларың қалай? Доктор Бергман, не айтып кеттіңдер? Білесің бе, қымбаттым, біздің араласпағанымыз жөнау. Одан да Майклды жеңісімен құттықтайық. Алып қой. Жеңісің құтты болсын. Мені серіктес ету үшін 1 жыл ойланған ба? Тағы нені жіберіп алдым? Бірдеңе керек пе, мырза? Сен кімсің? Кристин, сіздің көмекшіңіз болам. Алисаға не болды?
Мындағы жұмысқа шыдай алмаған соң есеп бөліміне ауысқан. Қазір өзін алын деп атап жүр. Есіңізде ме? Жоқ. Доктор Бергман деген кім өз? Арамыз суып кетті ау. Татуласайық деп жүрген бұл жоқ. Неге өйтпейм? Мен автопилотта отырмын. Автопилотта отырмын дейді. Автозомби десең шодан да. Тауып айттың Донна. Мадонна. Тауып айттың Донна. Майкл. Сабыр. Мына жайын аузыңдым, неге сабыр. Мына жайын аузыңдым, неге өзіміз отырып сөйлеспейміз? Неге дейді? Сенмен сөйлесу мүмкін емес. Бізге сөйледі қойдың. Үйге келсің, телміріп, көкке қарағаннан басқаны білмейсің. Сонда не қыл дейсің? Жағдайымыз осы. Құдайым-ай, телефонда маза бермейді. Не болып кетті? Қолым тигенде жоқ қой. Тамаша, кешкісінде теледидар көргенді шығардым де. Бізге бола ма? Саманта, балапаным сол. Қараш өзіңе. Шашың қандай ұзарып кеткен, қашан өсіп кеткенсің. Бен, келе қойшы бер. Уайымдамаңдар. Бүгін жұмысыма отырмайым, Айдақар ертегісін бірге отырып көреміз. Айдақар ертегісін балалар көреді, әке. Мен CSI-ды көргім келеді. Иә, CSI. Не? Әйелдің қолын тауып алатын бөлімін Не айтамыз. болып кетті? Айдақар ертегісін жіберіп алған ба? Сақтай көр. Ей, тоқта қане. Ей, қайдан келген білесің, бер кел. Әкел менің затымды, әкел деймін сабалақ қанден. Жер жаңғаққа даусыңды көтерме. Дүниеңе ие болсың. Жер жаңғағы кім, күн шуақ қайда? Күн шуақтың атын естіртпе. Баларды жылатасың. Неге жылайды, неге? Не болып еді? Өліп қалды ма? Жоқ. Жоқ. Сабалағы жын қайран итім. Құдайым-ай. Әкелерің әлі ұмыта алмай жүр. Онда ит енді жоқ. Өлген мойында да уақыр. Үйректің басын жұлып алатын күн аяғыма оралып кетпей қойып еді. Ал мен оны қуып әлек болдым. Қандай ит едім, құдайым-ай. Құдайым-ай. Келші, келе қойшы. Не бүлдірдім мен? Сені сүйем. Сен мені әлі сүйесің бе? Білмейм. Басым қатып жүр. Майкл. Жоқ. Мен өзгерем. Бұрынғыдан жақсы болам. Сенші маған. Кетпе, тастама мен. Жұмыс істеме, сендерді ойлайым. Сенен айырылмайым. Қасымда болшы. Жоқ. Менің кінәм жоқ. Өзі қосылып кетті, ештеңесіне тигенім жоқ. Жақындаушы болма. Сайтан алға. Зәрем түшірдің ғой. Қымбаттым, бірдеңе болды ма? Ештеңе, тышқан жүр екен. Көзін құрттым, өліп қалды. Есесіне үстелді қиратып кетті. Қайдан жетіп келдің? Мен іздегеніңді жүрегім айтты. Әбден мез болды, мына құрғыр істен шықты, өз-өзінен қосыла береді. Міне, қараш. Андағы бұзылмайтын ерекше құрылғы сенің қалауыңнан тыста қосыла береді. Солай. Түсінесің бе? Мен туралы бәрін білеме, сонда қалай? Бұл ең өз құрылғының бірі. TIVO сияқты. Түсінесің бе? Бұны мен VO десе де болғанда әйеліме жақындаудан қалын жүйткіп өте шығатын, мен әйелім түсем, оны өмірім жоқ. Қателессем айтарсың, сенің бүйтіп жүргеніңе жылданасың. Аз уақыт емес, сол уақыт ішінде әйеліңе жуған емессің. Түсінесің бе? Жуған жоқсың. Жоқ, сонда менің өмірім ескен желдей өстіп зулап өте бермек пе? Мүмкін. Суға да түспейсің, кептеліске де ұрынбайсың, ұрыспайсың, ауырып сырқамайсың. Бұлай болмайды. Мұнан өзің ал, мен бұныңнан бас тартам алмайым. Жоқ, бәріне рахмет, керек жоқ. Иә? Жоқ, бұлай болмайды. Иә, болмайды. Шала бөлінбесеңіз. Телпегің әдем екен. Жоқ, жоғалт көзінде. Құрар мен. Аулақ кет. Жолама маған. Жолама. Пәлі, мұнауың тапаншама жоқ әлде басқа бірдеңе ме? Иә, бұтындағына түгел шешіп көрсетейін. Сен болсам бүйтпейтін ем. Оның енді бармаған бір жері ғана қалды. Жоқ, қажет жоқ. Қинама енді. Жоқ. Айттым ғой, тауар қайтарып алынбайды деп.
Алынбайды. Қинамай алып кетші. Әлі талай жолығамыз. Бұлай етпес, жалнайым, Морти. Мұна немен қалай ауыздықтайым сонда? Қайрылдан қымбаттым. Алдымен сен жуынасың ба? Иә. Жоқ, маған жуынуға болмайды. Әйтпесе құрайым. Бір зырлап кетсе, мұның қанша уақыт зырлайтын құдай білсін. Кейін болсын. Міне, мынау қалай? Алқам-салқам шығып, ежелік бастырдың алмайым. Донна басымдағы жан төзгіш жайды айтқыма келеді, бірақ айтсам, шармай ақтасып қыламыз. Алмаған ұрсы болмайды. Тек тегін емес екен білсең болды. Кеше өзімше бір жолын таппақ болып ем, оңымнан түгенбеді. Мен жұмысқа еттім. Мынау түріңмен жұмысқа бармақсың ба? Қымбатты, бізге ұрсуға болмайды, жарайма, мүлде болмайды. Сенікі дұрыс, менікі қате, өмір солай. Сүйе ғой. Білесің бе, маған сүйсіге болмайды, егер сүйсер болса артып әлек орындырады, уақыт өте қалады. Сен бүктісі банда жатасың, ақымақ қоп, мен мұнда жатам. Сен мен әр минутымды бірге бөлсін келеді, сол үшін тап қазір кетуім керек. Күнің көңілдесін. Сөйтіп тағы да Доннан ренжітіп Майкл өз жөніне кетті. Көшірінің де Джеймс Эрл Джонс. Жау өзіңінің дөшір жайын ауыз. Майкл? Амыр мырза? Серіктес ретіндегі алғашқы жұмыс күніне киіп келгенің осы ма? Иә. Джон кімнің киім біздікін асып кетер екен деп үлдемен бүлден үстімізге жапсыра беріп қайтеміз. Армани, Кавлин Клин кімге керек? Одан да бар ықыласымыз жұмысқа салмаймыз ба? А? Айтшы, барлық күшімізді жұмысқа салайық. Мұндай сандырақты естіген осы. Десе де құрық беткір дұрыс айтасың. Өмірім өзгерді. Мұнан қара. Тынысың кең қалды. Шалбарың қалсын. Зорлық зомбылық деп. Өмір өзгерді демекші. Саған бір жайында, дәлірек айтқанда біреу жайында айтпақпын. Иә, Джейни. Тыныштық па? Майкл Джейни екеуміз жұмысты қойып Марокко жаққа барып тұрсақ дейміз. Марокко? Иә. Істі менің орныма Эрик Ламенсов жүргізеді, ал сені соның орнына қоймақпын. Бірақ барлық халықаралық бөлімшелер Эрик Ламенсовтың бақылауында болады. Серіктестігіміз бірақ күндік болмақ па? Жоқ, сенің әр жобаң алтынға бергіз. Кім білсін, бір күні директор болып жатсаң, таңға алмаймын. Иә. Оған құмарт тұрған мен жоқ дегенмен. Жоқ. Ол күнді көрсетпей ақ қойсын. Майкл саған қоңырау шалып жатыр. Майкл Ньюман. Тірімісің бауырым? Директор болсам деп оны жылдың алдында айтып ең ғой. Сүйінші хабар, Эрик Ламенсов өзіне қол жұмсар, сондықтан ашқарақтықты қою керек, директор мырза. Әйтпесе сен де соның аяғын құшатын боласың. Виртуалды перде түрілді. 10 жыл дүние не болып өзгерді екен? О, жаратқа. Құдайым-ай, қалай семіріп кеткем? Түрме қараш. Мұнау не? О, құдай. Жоқ, үйме апарш. Өтінем. Иә, үйме апар.
Әуе толқында оның жаңалықтары. 5 ақпан 2017 жылы Бритни Спирс бүгін 23-ші нәрестесін дүниеге келді. Кевин Федерердің әкесі өзінің жұмыс істеп жүрген мәлімдеді. Ал өзін клондаған алғашқы адам Майкл Джексон еркектік қуатынан айырылған үшін өзін сотқа берді. Донна. Көмегің керек пе? Сәлем, әке. Бен, бұл сенсің бе? Азамат бопсың ғой. Денеңді үрленіпті. Кімнің сөйлеп тұрғанын қара? Кекшек кебе жағарын капитан, ешкімімізді ұмыт тұрған жоқпыз. Мүмкін мені өзің айтқандай денешінің тұру залына апарарсың, а? Жұрт мені Росси О'Доннелл екен деп қалсын. Қой енді алтыным кексіңді өзіме бер. Әке, үйді басыңа көшірдің ғой, ұят екен елден. Мынау қызым ба? Апа, мен Деректікіне кеттім. Бұл сенсің, Саманта? Кеудең не шығып кеткен? Екеуміздікі бір күнде шыққан, әке. Енді баруыма бола ма? Тұра, Дерек деген кім? Менің жігітім мектептегі ең кербез жігіт. Иә, үйіңнің бар тасталған шығарсам көрем, сонда кербездігім бар. Жоғар шық үстіңе жөн түзу киімге. Маған неге осынша қаталсың? Бар деген соң бар. Бетіңдегі бояу сымағыңды сүртетін бол. Жақсы. Жер жаңғықты өліп қалған ба? Донна, құрық талғар. Құдайым ай. Сүйіктім, бармысың? Қатты қорықтым. Сәлем, қымбаттым. Бұл қалай сонда? Дон екеміз қайнатылған шоколад ішпекшіміз, саған да әкелейік пе? Мені мазақ қылған ба, мына жүзгіш балық қайдан жүр? Қойшы, Майк, татуласатын уақытымыз болды емес пе? Жоқ. Біз одан өтіп кеттік. Жоқ. Еш мәні қалған жоқ. Айтшы басқалардың әйел құрып қалып па, менің әйеліме неге жабысасың? Қой деймін, Майкл, үйден кетем деген өзің болатынсың. Өзі балың өзіңе. Ұстама мені, жабысып қалыңға мынаған. Жолама, аулақ жүр. Сені жек көрем. Бізге ұрсуға болмайды. Донна, жалынайын. Құдайым ай, мені жек көресің ғой. Жоқ. Оншыл өтсе дәл салып бітпегенсің бе? Морти! Не істеп қойдым саған? Өзіңе өзің орғазып жүрсің, Майкл. Жоқ, мұнда өмір тілегем жоқ, Доннадан айырылғым келмейді. Құрылғым нез құлқыңа қарай қылар. Үймен жұмысты айтып дауласа қалсаңдар бол, жұмысты таңдайсың. Жоқ, өтірік. Әйеліңді алдарсың, өзіңді алдарсың, бірақ құрылғын алдай алмайсың. Бұған өтірік жүрмей, сондықтан өткенді өзгерте алмайсың. Бірақ әлі жассың. Мелжемді жігітсің, Доннаны өзіңе қайта қаратып тағаларсың. Кім біледі? Менің көздегенім де сол. Іске сәт, мес қарын. Үйреккен естегенін көрдім, жырайсың. Иә, өте керемет, тамаша істепсің. Иә. Қазір жаныңды көзіңе көрсетем. Қане, өтінем, жазғанымды оқышы, өтінем. Жек көрем, сені көргім келмейді. Жек көрем сені, жек көрем, оңбаған. Жек көрем. Майкл, ояндың ба? Майкл, қымбаттым. Ояусың ба? Әркел деген майымын қайда кеткен? Түс көрдің бе? Қандай қорқыныш деді. Не болды, Майкл? Түс көрдің бе? Ит пе мені құлатқан? Сабалақты айтасың ба? Иә, ол болмағанда сенің қатерлесік ауруына шалдыққаныңды дер кезінде біле алмас едік. Сосын бәрі кеш болар еді. Сонда обыр ма? Осында сол үшін жатырсың. Химиотерапия езіне салма қосқан жалғыз адам сен болдың. Сонда жүрек ұстамасы? Дәрігерлер сені морфиге құмар етіп тастаған сияқты. Жақсы. Сал бөксе мырза, басыңа соққалғаннан бері есіңді жиғаның бүгін. Басымды қашан соғып едім? Қашан дейсің бе? Шамамен 6 жылдай болды. Аттай 6 жыл, жоқ. 6 жылым зұлдап өте шығыпты. Ауруыңды басатын дәрін азайтыңдар деп айтайын. Донна кетпеш. Но не?
Үш ота жасап қайта жақсырғаны бұл. Енді бір отадан соң құлан таза айығасын. Сиырдың тілінде екен. Құдайым-ай. Тыңдаш, менің кетуім керек. Төменде Билл күтіп тұр. Билл? Оның кім? Жүзгіш балығымен әлі біргесің өмір бақи дегеніңіз қайда, жаным? Өмір бақи дейсің бе? Тыңдаш, Майкл, балалар деп сенен іргемді бөлмей келе жатырмын. Сенмен дос боп қалғым келеді. Ал егер сен тарсылдата бермей қоя тұрш. Қарын өзіңдікі, не істесем де өзім білем. Болдың ба? Бері қара. Билл менің күйеуім. Мойындайтын кезің болды. Енді кетуің керек. Күйеуім дейсің бе? Донна. Жоқ, Донна. 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 Ньюман сәулет құрылыс компаниясына қош келдіңіз. Бәріміз үшін жайлы баспана. 2028 жылдың жыл сәулетшісі. Аққара дегеніңе жеттің ғана екенсің ғой. Dad. Әке, жағдайыңыз қалай? Бенджамин, мұнаны қара. Қайда қара дейсіз? Бетіңнен айналайын. Бір уыс болған бетіңмен. Қырнатын болғансың ба? Балпанақтай семізен ғой, не болған? Жарайсың? Олай болса менің кеңсеме барып әңгімелеспейміз бе, әке? Жүріңіз. Мен отырған кеңсе ғой. Сәулетші бала. Бұл қалай сонда? Апам сізді әлі толық айыққан жоқ деп еді. Жоқ, жағдайым жақсы. Семізден ғой, не істедің? Әкең сияқты ота жасаттың ғой, менікіндей. Барма сенде көрсетейін бе? Аптасына 5 рет Биллмен бірге жатқан, сол баяғыдағыдай. Әдемісің қара. Жерен шашты дүрдеген ерін, аршын төс. Қалыңдығың ба? You girl? Жоға қызыңыз Саманта ғой. Енді кім дебең? Қарындасыңа бас көз бол. Өзінен басқа қасына ешкімді жуытпа. Жарай ма? Әке қазір жиналсын бар еді. Жарайды, онда мазаңдалмайын. Бірге қыдырсақ тебем, бәріміз боп. Сендерге балымызды қалып берем. Қалай дейсің? Шешеңнің келмейтінін білем, бірақ сен бар, Саманта бар, атаң мен әжең бар. Керемет емес пе? Бен? Сол емес пе? Сізге бүгін бірдеңе болған сияқты, әке. Отырыңызшы, су құйып берейін, жарай ма? Отырғанда не бітіреміз? Алыңыз, әке, судан ішіңіз. Жарайды, ішсем ішейін. Ал, суды іштім. Не айтпағы? Атам қайтыс болған, әке. Дүниеден өткенне біраз боп қалды. Жоқ. Жоқ, олай деме. Жоқ. Мен қайда болдым? Жылап тұрсыз ба? Қалай боп еді? Жай жасы жетіп өлді, өмірдің заңы ғой, әке. Қап. Адам туады, өмір сүрет, өлет. Бала, мен кетейін. Тұра тұрыңыз. Сөзде жиналысты кейінге қалдар. Жоқ, жиналысыңды қалдырма, ештеңе етпейді, басының айналған өзі қояды. Неге жылайсың? Отадан соң басым айналады. Мен де жылатасы ғой, әке. Әп-әдемі жігіт болыпсың, ойындама, сау бол. Қане. Сені онда апармайды. Қайда дейсің? Әкеңнің дүние салар шағын айтам. Сен болған жоқсың. Болмағанды білем. Оны соңғы рет көрген кезіме паш өтінем. Сәлем, әке. Мазаңызды алсам кешіріңіз. Сауда орталығының жобасын жасап көресем, мынау арзанға түседі, ал мына жерін қарар болсаңыз, оның қандай артықшылықтары барын білесіз. Мен айтқандай арзанырақ болсын. Міне, мына жерін қараңыз. Бар, кет. Жұмысыма бөгет болма. Иә, дұрыс айтасыз, әке. Түкте дұрыс емес. Антұрған, тым болмаса қарасаңшы. Мен келдім.
Амансыз ба, ата? Жаратқан ием. Қандай кезді жігіт болғансың. Иә, Майкл, менде бір ой бар. Шешен кешкісін құрбылармен карта ойнамақ. Құдай тілегімізді береді деген осыға. Жігіттер болып бән үшіміз өзіміз әңгіме дүкен құрайық. Солай істейік. Болмайды. Болмағанығы бір уақытын ықсаңш қыдырамыз, жас қыздарға қырыңдаймыз. Мен ішіндем. Көрдің бе, ол ішінде не екенін түсінбесем де ол ішінде. Өтінем. Саусағым шошайтпа маған. Онда бұлай келсек. Барам десең саған сиқыр ойынын көрсетем. Әкен ғой, қарасаңшы. Керек десең құпиясында ашам. Міне, қазір. Керек жоқ, әке. Қалай жасайтынды білгім келмей ме? Қалай жасайтын жақсы білем, баяғыда білем. Бұрыннан білем дейсің бе? Малғын екенсің. Жарайды. Ескертпестен келген меренжіме. Жалғызым сол. Көріскенше, ата, сені жақсы көрем. Әке. Әке. Мен сені жақсы көрем. Жалғызым сол. Жалғызым, сені жақсы көрем. Әке, мен де сені жақсы көрем. Сені сағынатын болам. Оны өзің де білесің. Қош бол. Қайғыңа ортақпын. Оның өлімін мен де тілеген жоқпын. Рас. Мен де тілемедім. Мұны мен айтпақсың сонда. Мен періштемін, Майкл. Періште? Періште адамды желеп жебеме үшмет. Мен ажал періштесімін. Әкен жасарын жасаған адам. Оңбаған. Жарайды, деме маған. Жайма қалдыр. Аларыңды алып болдың, мені қуанышты күнге апар. Ал енді құрметті қалайық, Ньюман мырзаға бір-екі ауыз сөз берейік. Майкл? Қане, Майкл, сөзге шық. Торт. Жа, біздің кеу жігіт қайда? Көрсетші жүзіңді. Мұндамын, әке. Ұлымның тойына үлгерген екен. О, пәл, айта қойш балам, бақытты қыз кім екен? Тауып айтыңыз, Ньюман мырза. Пеги апай, бұл сіз бе? Қалай қартайып кеткенсіз? Жоқ, әзіл дегенім ғой. Ол кісі түсінеді. Апа... Апа... Құрметті келін, әулетімізге қош келдің. Қош келдің. Құттықтаймын. Екі жастың бақытшын тойлайық. Қайран анашым.
Өңің жақсы екен. Майкл, бала күніңнен кейін бетімнен сүйіп тұрғаның осы. Сен дүниедегі ең керемет анасың. Оны сен де мен де білем. Құлыным-ай, елшіретіп жібердің ғой. Білесің бе, Майкл, әкең тірі болса бір жасап қалар еді. Білем, апа. Сені көргеніме қуаныштымын. Қуаныштымын. Мен де, балапаным, мен де. Той керемет. Айтары жоқ, сұлу емес бе? Қараш, Донна асыл әйел ғой. Сондай әйелден айрылам екен. Жә, тойыңның шырқын бұзбайын, кейінірек сөйлесе жатармыз. Кристина. Майкл, балалардың тойымен балайына дейін бір өзің шығындалдың ғой. Иә. Саған рахмет. О не дегенің? Беннің әйелі жақсы бала көрінеді. Керемет бала. Жақсы жар болады. Келесі тыңдайтындарыңыз мүгжидек тобының әні. Басқан құрып қалған ба? Бел, ұлымыздың тойы ғой, бұрынғы күйеумен белесем қарсы емессің бе? Әрине. Рахмет. Түнге қалдырмай әкеп тастайтын бол, жігітім. Дегенің болсын. Суға түсетін кейінмен тұрған нес. Әдем екен, достым. Исің сол баяғыдағыдай. Әлі ұмытпағанбысың? Бақыттысың ба? Донна. Неге бақытты болмайын? Ұлым болса үйленіп жатыр. Оны айтпай. Бір-бірімізден теріс айналған соң бақытты болдың ба? Біз ондай күйге жете қойған жоқпыз. Міне, менің Донна. Шын сөзім. Анау Саманта ма? Ей, не істеп жүрсіңдер? Үстіңе киімге жалаңаш жүрме. Сізге не болды? Ойнап айтам. Сенің бой жетіп кеткеніңе көзім үйрен алмай жүр. Саманта. Егер мұныңыз менің көркіме айтқан мақтауыңыз болса, рахметтен басқа айтарым жоқ. Торт жесек қайтет? Кім бұрын барады екен, әке? Кеттік. Әке. Майкл, бірдеңе болды ма? Дәргер бар ма? Бізге дәргер керек. Майкл. Әке. Әке. Ештеңе сезбейсің. Билеймін деп мұрттай ұштың ғой. Неге менің өмірімді қор еттің? Неге? Маған жолықпай тұруға өмірің ала қойын өтпелі болатын. Таңдаған жолыңмен жүрген өзіңсің. Менің таңдағаным бұл емес еді. Осы сияқты. Сәлем. Ояу жатырсыз ба? Қалыңыз қалай? Сендерді көріп дәуір болып қалдым. Саманта отсал сағатпай қасыңызда болды. Сіз оянғанша ауруханадан кете алмадым дейді. Неге үйттің? Сіз менің әкем емессіз бе? Билді әкең бе десем? Менің екі әкем бар. Соның бірі маған 200 жыл жасаймын деп айтқан. Есіңізде ме? Екеуіңізде жаттың қандарың жөн. Менің ұшаққа үлгеруім керек. Жігітіміз балайынан қалып қалмасын. Негізінде балайын кейінге қалдырғанбыз. Кингстон жобасы іске аспайтын сияқты, сондықтан бәріне дайын болу керек. Әйеліңді сыйла. Жоқ, әке, бәрі... Жоқ, әйеліңді сыйла, Бен. Әке келініңіз түсіне дейін басты шаруаны ақсатып алмау. Айыпқа бермасыздар, бара тұрғандарыңыздың сырқаттың демалуы керек. Қане. Көріскенше, әке.
алыңдар мынаны. Оу, достым, саған тұрған мүлде болмайды. Ұлыма жолғуым керек. Ешқайда бармайсыз, төсегіңізге барып жатыңыз. Анау Колин Фаррелл емес пе? Қане. Майкл, елінің күшімен ғана тірі жүрсің. Ұлыммен сөйлесуім керек. Ұлыммен. Майкл, тоқта. Жоқ. Майкл, өлуге әлерте. Бен. Әке, мұнда қайдан жүрсіз? Құдайым-ай. Көмектесіңдер. Әке. Көмектесіңдер. Отбасыңда. Не? Отбасыңда. Ойла. Бен. Жарайды, әке. Бәрінен отбасың қымбат. Жарайды. Сүйем сен. Саманта. 200 жыл жасай алмадым. Бірақ сені жақсы көрем. Жаным, әке. Кешір мен. Майкл, әйеліңе жазған хатын қалтаңда. Қалтаңнан ал. Мен сені сүйем. Майкл Ньюман. Өмір бақи, сүйіктім. Уақыт болды. Мен қайдамын? Сауда орталығында төсекте жатырсыз, мырза. Сіздің ұйықтағаныңызға қарап тұрдым. Жайсыздау түс көрген сияқты болдыңыз. Не? Келушілерге төсекке жатып болмайды. Ал маған болады. Қайтып оралғаным ба? Қайта жасардым. Бұрынғыдай жаспын. Өзіңіз айтқандай тым жас емессіз. Мұна мен жаспын. Сізде менің жасында екеу бар. Жоқ. Мен өмірімді енді бастадым. Қараш өзіңе. Саған дос керек пе? Доспас дегенің? Ендеше мен саған доспын. Екеуіміз доспыз. Жасаған ау. Жасаған. Айналдым сенен. Тозығы жеткен мәшінем. Жарлар мінген тұлпарым менің. Бәрінен артықсың. Әке. Не боп қалды? Не болған саған? Қолыңа мұсол.
Сендерді жанымдай жақсы көрем. Темір тиынды қалай жеп қоятынды айтып берерсің, соны білгім келеді. Соны айтып берші, әке. Сендерді қатты жақсы көрем. Цехқа шығып ұясын ешқашан ашпайды. Ал кешкі асқа шақырып жатсаң, күнде келіңдер. Ертеңде бүрсігінде одан арғы күні қалған уақыттарында келе беріңдер. Осымен тоқтай қал. Жүрегім қысылып барады. Жүрек қысылатынына менмін. Апа, мен осы өмірге келгеніңе рахмет. Қиналғаныңды білем. Не білуші едің, әйтеуір балам, марихуана дегеннен аулақ жүр. Оған уәде бере алмайым. Жарайды. Ұйқым ашылып кетті. Қалай қарайсың? Әуелі массаж жаса. Жә, ұйықтайық онда. Апа, бұл ненің даусы? Апа, тұршы, төменде бір дауыс шығып жатыр. Бұл қайткенің? Қарсысың ба? Ойымды жинақтап отырмын. 4 шілде күні қалай көкке шықса екен деп ойым оңға саным санға бөлініп отырған. Но келесің де ойымды бөлесің. Ойлануыңа уақыт керек. Ал шиеттей баларының көңілін қалдырғаның түк емес екен ғой. Не айттың? Несің сол? Егер бүйте беретін болсаң, 1 жыл бойы жұмысқа шығудан қалам да көкке шығудан басқа бітіретінім қалмайды. Саған керек сол ма? Долана жегеннен саумысың? Әкел шерін. Не істеп жатсың? Бен, құдайым ау. Әбден сағыныппын, балапаным сол. Анықтап қарап олайыншы. Білесің бе? Аға шешік тезет бітірем де келесі шексем, сонда түнейтін боламыз. Ертеңнен басып суға жүзуге бірге жаттығамыз. Я! Сен де келі ойпырмай, алтыным сол. Үлкейгенде өріп ауызға салғандай сұлу қыз боласың. Ол үшін білімді бола білу керек. Ертеңнен бастап есеп шығаруды үйретем. Жарай ма? Есеп шығара аласың ба? Осыны айтатыныңды біліп ем. Жарайды, есеп шығаруды шешен үйретсін. Енді барып жатыңдар. Ертең көкке шығамыз. Енді сендерге жақсы әке болам. Енді күн жоққа келек. Ит байғыстың ғұмыры қысқа. Қысқа ғұмырда ләззатқа бөлене біл. Қане серігіңе бар. Бұларың не? Бұл қайткендерің? Бүгін төменде боласың ба? Не болды? Саған керегім бар ма? Жоқ, бүгін 4 шілде әйелімен бірге атап өтем. Асты-түсіне түсіп күтем. Көңілін қалдырмауға тырысамын. Түсінесің бе? Біле білсең, бүгін шілденің 4 емес, 2-сі ғой. Тіптен жақсы, 2 шілде құтты болсын, қымбаттым. Маған да ұнап барады. Барып киімдерімді ауыстыра берейін. Жоғарыда күтем. Мен үйректі апарайын. Жарайды, әкеме хабарласып, ескі шатырын дайындап қойсын дейін. Майкл. Бұрында айтқам, жан ізгі жандарға мүмкіндік беру керек. Бұл жолы дұрыс байлам жасайтыныңа сенем. Құрметпен, Морти. Пес. Әйеліңнің талшыбықтай мүсін несін кетіп жүр. Сеніме, Морти. Балалар, қайсың жастық лақтырып ойнауға барсың? Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2012 жыл.